Сәлеметсің бе, жас әдебиетші? Бүгінгі сабағымыз Қобыланды батыр жыры. Сабағымыздың мақсаты көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу және жатқа айту. Ендеше, Қобыланды батыр жырының авторы халық, жанры жыр, батырлар жыры. Ал теориясы: осы Қобыланды батыр жыры арқылы біз әдебиет тектерімен танысамыз және троп түрлерін ажырата білеміз. Балалар, әдебиет тектері өз ішінен 3 топқа бөлінеді. Олар эпос, лирика және драма. Эпос дегеніміз шығарманы баяндау. Яғни қарапайым тілмен баяндалып жазылған шығармалардың көпшілігі эпостық шығармалар болып табылады. Мысалы, ертегі, аңыз, әңгіме секілді. Ал лирика дегеніміз өлеңдетіп ұйқасталып жазылған шығармалардың көпшілігі лирикалық жанрдағы шығармалар. Олардың ішіне көбінесе тақпақтар, өлеңдер, толғау, арнаулар, сонымен қоса бүгінгі жаңа тақырыбымыздың, яғни батырлар жыры да кіреді екен. Балалар, лирика дегеніміз ақын көбінесе өз жайын, өзінің айналасындағы өмірге әртүрлі құбылыс жағдайларға көзқарасын сипаттайды. Лирикалық шығармада жеке адамның көңіл күйі, сезімі суреттеледі. Ал драма дегеніміз грек тілінен аударғанда қимыл іс-әрекет. Яғни көзбен көріп, құлақпен ести алатын әдеби шығармаларымызды біз драма деп айтамыз. Оның ішінде трагедия, комедия. Балалар, YouTube арнасына драмалық шығармалар деп жазсаңдар, сендерге Мұхтар Әуезов театрындағы көрсетілген арнайы драмалық шығармаларды береді. Солармен танысып алсаңдар болады. Ендеше, Ахмет Байтұрсынұлының мынандай бір керемет пікірімен таныс болайық. Тіл көрнекті болуы үшін дерексіз нәрсе деректі нәрседей, жансыз нәрсе жанды нәрседей суреттеледі дейді. Балалар, тілімізді көрнекті етіп көрсету үшін біз өз шығармаларымызда, не болмаса авторлар өз шығармаларында әртүрлі троп түрлерін пайдаланады. Троп дегеніміз не? Троп түрлеріне метонимия, синекдоха, метафора және де гипербола, литота, кейіптеу, ирония түрлері жатады. Троп деген, балалар, әдеби тілдің көркемдігін айқындайтын көріктеу құралдары. Яғни, сендер өз беттеріңмен бір шығарма жазатын болсаңдар, өлең жазатын болсаңдар, өз өлеңдеріңді көркем етіп көрсету үшін сендер осындай троп түрлерін пайдалану арқылы өз шығармаларыңды көркемдей аласыңдар. Бұл терминдермен алдағы сабақтарда жеке танысып, талдау жұмыстарын жасайтын боламыз. Ендеше, батырлар жырына оралар болсақ, батырлар жыры пайда болу кезеңдеріне қарай ірі 3 топқа бөлінеді. Олар ең көне заманғы эпостар, тарихи кезеңдердегі эпостар және де жаңа дәуір эпостары. Біздің өтіп жатқан тақырыбымыз Қобыланды батыр эпосы. Ол тарихи кезеңдердегі эпостық шығарма болып табылады. Ендеше, осы Қобыланды батыр жырына қысқаша шолу жасау үшін мына бейне материалға барлығымыз бірдей зейін қоя отырып тыңдайық.
Қобыланды батыр жырам сюжеттік желісі композициялық құрылысы жағынан жалпы эпикалық жырларының дәстүрлі сюжет құрылымымен сәйкес келеді. Жырдың көркем бейнелегіштік сипаты, сөз кестелері мен нөлдік нақыштары, жыр өлшемі мен өрімі дәстүрлі қайталау. Ұйқасырға жағынан эпикалық жыр талабына сай құрылған. Жырдың негізгі тірегі Қобыланды, оның ерлік істері. Қобыланды батырдың композициялық құрылысындағы өзіне тән ерекшеліктің бір оқиғаны дамытуында. Жырдағы оқиғалардың қисынын келтіре тізбектеп айту, бір оқиғадан екіншісін тудыра өрістете жырлау, шегініс жасамай үдете түсу жырдың басты ерекшелігі. Жырдың бір жән, Марабай, Мергенбай, Нүрпейіс айтатын нұсқалары басынан аяғына дейін өлеңнің жыр түрін сақтай отырып, батырдың туысынан бастап қартайғанға дейін жасаған ерлік істерін суреттейді. Жыршы ақындардың қайсы болса да әр алуан алыс тартыс айқастарды, жекпе-жек күрестерді, шабуыл жорықтарды, шұғылынан жасалған қимыл әрекеттерді өлеңнің әрі орамды, әрі ұшқыр түрі жыр арқылы суреттейді. Тыңдаушының көз алдына елестететіндей әдемі суреттер жасайды. Қобыландының жау батырларымен соғысы, немесе Тайбурылдың шабысы қандай шапшаң болса, оларды сондай етіп елестететін жырда шапшаң болуы тиіс. Қобыланды батыр жыры ең алдымен оның тіл байлығы, сөздік қоры молынан пайдаланылған әдемі картиналар, портреттер жасалып, жыр оқиғасы әсерлетіп баяндалады. Жыр тілінің байлығы неше түрлі әдемі теңеулер, метафоралар жасалуымен, дыбыс қайталанылуымен көрініп отырады. Батырдың іс-әрекетін, жүріс-тұрысын, тұлғасын әсірелеп, ұлғайтып көрсету, оның жаратылысының ерекше, бойында асқан күші бар батыр екендігін көрсету үшін асыра суреттеуі орын алады. Бұл өзіне тән ең негізгі ерекшелік. Ал балалар, бұл бейне материалдарда біздерде Қобыланды батыр жырында әсірелеп, теңеп, метафора, яғни кішкентай нәрсені ұлғайтып көрсететін әртүрлі көркемдеуіш құралдарды пайдаланғанын жекеше түсіндіріп тұр, яғни Қобыланды батырдың сондай мықты екенін көрсету үшін әсірелеу көркемдеуіш құралын пайдаланғанын, және де оған теңеулер жасағанын, осындай да көркемдеуіш құралдарды пайдаланғанын жекеше атап отыр екен. Балалар, жыр дегеніміз ол өте ұзақ қатардан тұратын көркем лирикалық шығарма болып табылады. Ал жырды жырлайтын адамды біз жыршы деп айтаймыз. Жыршылар бір жырды жырлаған кезде, олар 3 күн, 4 күн тоқтамай жырлайтын болған екен. Қазіргі таңда ондай жыршылар жоқтың қасы, өйтіп олай 4 күн жырламақ түгіл, 4 сағат жырлайтын жыршыларды да табу қазір қиынға соғады. Ендеше балалар, осындай керемет Қобыланды батыр жырымен таныстық. Енді осы батыр жырын ары қарай талдап, түсіну үшін кері байланысқа шығайық.